Қазір әлеуметтік желіге кірсем, екі жаңалықтың бірі балалар бірін-бірі ұрып кетті, буллинг жасады, әлімжеттік көрсетті деген видеолар шыға береді. Оның артында тек бұзық бала ғана емес, таяқ жеген, психологиясына, денсаулығына зақым келген баланың да тағдыры тұр. Ондай қысым көрген балалардың әдетте сабақ үлгерімі нашарлап, мектепке барғысы келмейді. Бойында қорқыныш, үрей пайда болып, тұйықтала бастайды. Бұл проблеманың көбеюіне, өршуіне ең бірінші ата-ана кінәлі. Жұмысбастылықпен баласына уақыты жоқ. Одан бала да қатыгез фильмдер көріп, компьютерлік ойындарды талғамай ойнайтын болады. Қазіргі жасөспірімдер тұрмақ, ересектердің көбі телефонда күні бойы отырып, адамдармен қарым-қатынас құрудан шеттеп қалған. Солардың салдарынан балаларда мейірімділік азайып кеткен. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін ата-аналарға 35 жылдық ұстаздық тәжірибемде жиі көмектескен ең қарапайым кеңестер берер едім. Ең алдымен балаға күн тәртібін қалыптастырыңыз. Ерте жатып, ерте тұрудан бастасын. Күніне 1 сағат отбасылық уақыт арнап баламен жақын болуға тырысыңыз, әңгімелесіңіз. Балаңыздың жақсы көретін тәттісін дайындап беріп, жайлап әңгімеге тартсаңыз, бала да сізге ашыла бастайды. Әлеуметтік желіге, телефонға шектеу қойыңыз. Қатыгез кино көру, ойын ойнауға тыйым салыңыз. Демалыс күні отбасылық серуендеу, тағы басқа секілді дәстүрлер жасаңыз. Осының бәрі баладағы қатыгездікті жойып, мейірімділігінің оянуына, өзіне сенімділігі артуына көмектеседі.